Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Ұстап жатқан оразаларың қабыл болсын. Бүгін Гаренаны тонап, мына жақта джекпоттағы барлық заттарды алып кетеміз. Бірінші мына дуо эмоциядан бастаймыз. Эмоцияларды маған негізі Гарена берген. И именно осы дуо эмоция жоқ қой менде. Бізде что-то 50 попыткаға дейін түспейтін сияқты, бұл до конца айналдыру керек сияқты. Если менен подарка алғыларың келсе, осыдан алдыңғы видеода мен айтқан болатынмын. Ютубта 1000 подписчик болған кезде 3 подписчигіме рандомно алдыңғы видеодан таңдап алып подарка берем деп. Так что алдыңғы видеоға барып лайк басып, тіркеліп и комментарий жазуды ұмытпаңдар. Сол видеодан 3 адамды таңдап алам и оны рандомайзермен таңдаймын. Так, бізде эмоция түсті. Мына жақтан бірінші ешкім шақырмайтындай қойып алайық. Бізде екінші эмоциялардың бәрі алынды. Мынаны маған Гарена беріп қойды. Бұл екеуі керек емес. Одан кейін стена. Стенада именно мынау стенкасы әдемі екен, но бірақ алмаз көп кетіп қалатын сияқты. Одан кейін легендарный набор. Бұны асықпай айналдырамыз. Маған керек мынау ангельский курткалар и астындағы екі штаны. Бұларда тоже 50 попыток. Хорошно. Мынаусы жестко түсті. Но фиолетовый түскенде болатын еді. Қалғандар өйткені ұнаған жоқ. Мына фиолетовый дағандар қандай әдем болып тұр, бля. Фиолетовый штанимен келсең өліп кетейін деп тұр. Таза өлім болып. Так, маған бір шалбар түсті. Мынау қандай екен көрмей қалдым. Так, мына жақта басайық. Мынау шалбар түсті, Мына жақта так оружиялар тоже түсіп жатыр. Оружиялардың проценттерін 100-ге толтырып, оларды навсегда алуға болады. Вот мынандай проценттер толып. Каждыйын до конца толтырсаң, ол 100% болып. 10 болайын деп тұр ғой. Так, маған ана бір шляпа түсті, но ол менде болды, по идее. Так, дальше айналдыра береміз. Енді бізде көгі түсті. Бля, осы көкті көрсем, көтім ашайтшы. Менде именно көк штаны ангела жоқ қой. Менде ақ штаны бар. Қызыл штаны бар. Фиолетовый штаны бар. В общем, именно менде сары жоқ и көк жоқ. Екеуі ғана жоқ. Ал қызда бәрінде бар. Қызданың барлық түрі бар. Олда тек қана көгі мен сарысы жоқ. Так, аккаунтта негіз қарасында данк бар, ақшаш бар, артический синий бар, иньян бар. Только минус сол штаны ангела ғана ғой. Так, мынау шлем қайттан түсті. Менде бар, мына жақта оружиялар түсіп жатыр қайттан. Фиолетовый и қасына плюс анау штаны түседі ғой, базар жоқ. Так, бұны киіп аласың ғой айналдырып. Мынаны алайын ба, алмай-ақ қойын ба? Ну, давайте для коллекции бұны да ала салайық. Потому что жасыл штаны ангела бар, бұның үсті де бола берсін бізде. Бірақ бұны да до конца айналдыру керек сияқты. Так. Бізде мынау штаны, мынау қайта түсіп жатыр ғой. Ё-майы, қызыл жетонға айналып кетіп жатыр оның бәрі. И вот последнийін алдық. Бізде ровно 4000 алмаз кетті. Эмоция плюс курточкалар бәріне 4000 алмаз кетті. Вот мына стенаны, мыналарды потом алам. Асықпай ала береміз, оған не жоқ. Пока что асығыш жоқ. Анау легендарный наборды айналдырғаным түспей қалады ғой, прикинь. Гильдияндағы балдардың бәріне подарка бердім, ол түсті. Именно легендарный наборды айналдыратын запис қосуды ұмытып кетіп айналдырып тастағам ғой. Менде қазір 17000 алмаз қалды. Гильдияндағы балдардың бәріне подарка беріп қойдым. И бізге қарандар. Так, мына жерде маған бір эволюция көтеріп алу керек қазір. Мен алтылық травашты көтермей жатыр. Менде алтылық траваш. Менде так 6-шы уровеньда, қалғандардың бәрі 5 и full. Так, мына жерден маған хотя бір эволюция түсіп кетсе, қазір әдем болады. Эволюция негізі осы жерден көтерген ыңғайлы болады, өйткені бұл жерден жетондарды плюс береді, и каждый эволюция түскен сайын сендерге 30 купон тегін беретін болады. Ол 30 купонды қалай алатындарын көрсетем қазір. Вот қараңдар, маған қазір мысалы парафал түсті. И мына жаққа кірсіңдер, менде 30 жетон тұр ғой. Осыны қазір әдемі шығарып қойғанша. Так, қараңдар. Так, шығамыз, оружияға кіреміз. Менде парафал full, бұны универсальный жетонға айналдырып алам. И 290 жетон болды. Так, мен жаңа нені айтып жаттым. Петух керек емес, петух жақында алғам. Пока что full қылу керек емес. Мынау алтылық траваш емес. Мынау кулак вообще керек емес. Так, вот, именно осыны көтеріп алсам болды, мынау М40 керек емес. Так, бұған әлі бізде 307 жетон керек. 307 жетон, жаңағыда 2 рет түсіріп алатын болсам, и универсальный жетоннан тағы 30 алсам.
кетіп тұр ғой мынау. В общем, так, бізге главный бұл жерден либо парафал, либо алтылық дроваш, либо Ан-94 түсу керек қой. А если М60 түсіп кететін болса, білем минусқа кетіп қалам мен. Так, мына жақта қазір маған жетондар беріп жатыр. Ол жетондардың бәрі жаймен жинала береді. Көп түкірсе көл деген ғой. Так, бізде шошып кеттім, М60 түсе ма деп. Ан-94 түсті, мына жерден сразу 30 жетонға айналдырып аламыз. И так, қайттан абымен жасаймыз ба? Кетіп барып абымен жасап қайтайық. Так, бірінші парафалдан 9 жетон алып алайық. Так, Ан-94-те бізде 155 жетон. Менде универсальный жетоннан 487 болды. Маған кулак сұрап отыр ма? Кулакқа вообще желание жоқ. Так, қайтадан соңғы біреуін түсіріп алсақ, қазір бір эволюция фул қылып алады екенбіз. Мен каждый айда бір эволюция көтеріп жатырмын. Осы айда менде алтылық дроваш. И келесі айда тағы көреміз. Келесі айда может М40 көтерем, либо М60 көтерем. Екеуінің біреуі. Бірден түспейді ғой, прикинь. Да, қаланса 50 попытканың бәрі кету керек құна жерде. Так, асықпай айналдырып көрейік. Может түсіп кететін шығар. Мына жерде Ан-94 түсті ау деймін. Хорош, біле, Ан-94 түсті, прикинь. Так, мынаны ауыстырып аламыз. И оружияға кіріп. Бананы қарасаңдаршы қазір. Ан-94 майда мен. Так, Ан-94 жоқ болып кетті, прикинь. А вот, қарандар, Ан-94 аламыз, универсальный жетонға айналдырам. Ровно 667 шешес болып тұр ғой менде жетондар. Мынаны қарандар, кәдімді соусқа болып қалды ма? Так, аламыз, эмоциясын алып тағып аламыз. Так, маған пропустың эмоциясын орнына тағып алайын. Чотам былай. Өлім болып тұр ма? Таза қалап түсіретін эмоция болып тұр ғой шеше. В общем, осымен видео бітті. Если менен подарка алғыларың келсе, YouTubeға тіркеліңдер. И алдыңғы видеоға комментарий жазыңдар. Рандомно 3 адамды сол видеодан таңдап алатын болам. Давайте, бәріңе рахмет.